Сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар. Бүгінгі видеомызда тестілеу форматында өтетін емтихандарға арналған Zoom сілтемесін қалай өзіміздің емтихан кестемізге қою керектігін көрсетеміз. Алдымен күнделікті кіріп жүрген универ жүйемізге кіреміз. Ол үшін іздеу жолақшасына univер.kz деп жазып, кейін логин мен пароліңізді енгізетін боласыз. Одан кейін оқытушы қосымшасына кіріп, емтихандар кестесі деген қосымшаға кіреміз. 12 сәуірден бастап 15 сәуірге дейін бізде алған Икрамова Анар апайда тест форматында өтетін емтихандар екен. Сол үшін осы сілтемелерді қойып шығамыз. Ол үшін басты бетке барамыз, Zoom-ның сілтемесін көшіреміз, қайтадан оқытушыға кіріп, емтихандар кестесіне кіреміз және сілтемелерді өзгерту батырмасын басып, емтиханға сілтеме деген жерді қойып шығамыз, сақтаймыз және сақталды деген бізге мәлімет келді. Сақталды. Осылайша барлық сілтемелерді өзгертіп шығамыз.